ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugünkü sabahımızda Akidat-ı Razay'ından 19. meseleye kelgemiz. Onda aydadı rahimahullah. وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ مَا أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ diyor. وَنُقِيمُ yani aytbaqçı biz Ahl-i Sünnet cihad және hac farzların musulmanların bastıqları menen orundaymiz. Fi kulli dahrin ve zaman. Qay bir zaman, qay bir vaqtda bolsa da olardın isi oslay boladi. Ahl-i Sünnet vel Cemaat ayımmalarının tutkan yollarından және olardın tarikalarının hasiyetlerinin olar Allah Subhanahu wa Ta'ala farz kılgan осы cihad және hac amaldарын musulmandардың бастықтары менен орындайды. Ол бастықтар, yani патшалар, ел басылары кім болса да тақуа және жақсылықта болған адам болса да, және оның терісі бұзықтықта, күнәда батып қалған адам болса да, бұл амалдар сол кісілер арқалы орындалады. Бұл жерде jihad және хажды айтып жатыр. Себебі jihad пен хадж жалпы адамдардың көп жиналуы және олардың бірлігімен болады. Осы жиналу мұсылмандардың амирі арқалы болу керек. Бұл іс ардайым, яғни ол Наби саллаллаху алейхи ва салламнан кейін қалған халифалардың уақытында да, о кісілерден кейінгісі де бәлкім қияметке шейін болатын іс осылай болу керек. Бұл дәлел қылады Ахли Сүнна вал Жамаат jihadты растайды. Ол jihad шын нәрсе. Бәлкім ол Аллах Субханаху ва Тааланың дінін қорғау, елдерге жеткізу және ла илаха иллаллах кәлимасын көтеруге себеп болатын негіздердің бірі. Бұл jihad кейбір уақыттарда әрбір адамға парыз болуы мүмкін, кейбір уақыттарда адамдарға жалпы патшаның талабыменен оның шақыруына жараса мұстахаб болуы мүмкін. Жалпы jihad екі түрге бөлінеді. Jihad талап деп айтады ғалымдар. Ол соғысқа дайындалып жолға шығу талап jihad дейді соғыс. Екіншісі jihad дафа, яғни дұшпан бастырып келген уақытта оның зұлымын қайтаруға істетілетін jihad. Амма jihad талапқа келетін болсақ, талап ету jihadына келетін болсақ, ол мұсылмандардың патшасының қасиеті бол. Яғни соның жеке орындайтын ісі. Ешбір адам өзінше жамағат жинап адамдарды соғысқа немесе jihadқа шақыруға ақысы жоқ. Қай бір сөзбен айтып тұрса да, әдемі тілмен сөйлеп тұрса да,
ол адамның сөзі алынбайды. Себебі бұл жихады талап патша арқалы болады. Егер соны орындаса, патша соның ажырын алады. Егер оны орындамаса, халық одан күнә алмайды. Себеп ол жихадқа халықтың ешқандай қатысы жоқ. Ол жихадқа дайындалушы ол патша. Әскер дайындайды, ол қару дайындайды, немесе соған ұқсаған істерді орындау, ол қай бір елде болатын болса, сол елдің елбасысы орындау керек оны. Патша орындайды. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында, халифалардың уақытында, жалпы айыммалардың уақытында елдерді дінге шағырып, жихад арқылы адамдарды дінге кіргізуге жүрген адамдар, олар патшаның әмірімен болған. Наби саллаллаху алейхи уассалам Мединеде болған уақытта о кісіден басқа ешкім еш жерге әскер жібермеген. О кісіден басқа ешкім не? Ешқашан ешкімді өздерінен өздері шығып, 5-6 адам жиналып, пәлен жерге жиналып барып соғыспаған. Ондай нәрсе болмаған. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи уассалам оларды жіберетін және жіберіп тұрған уақытта оларға керекті өсиеттерді айтып, насихатты айтып, сосын оларды жіберетін. Бұл жихад адамдар қазіргі күнде ойлаған қан төгу емес. Жихад адамдар ойлайтын, адамдар дегеннен мақсат не мұсылмандардың ішіндегі білімсіздері, немесе кәпірлер. Адамдарға жихад мәселесін не деп түсіндіреді? Бұл қанқорлық деп түсіндіреді. Қан төгу деп түсіндіреді. Өздерін төгіп тұрған қандарын не деп есептейді? Адамдарды егемендікке, азаттыққа, еркіндікке шығару деп намдайды. Аттарды қою немесе есімдерді өзгерту оның негізін өзгертпейді. Біз білеміз, арақты не деп намдасаң да, оның арақтық сипаты болса, болды, ол арақ болып тұра береді. Оны ақсу де, водка де оны, коньяк де оны, вино де оны, рухи су де, адамды қуандыратын ішімдік де, не деп намдасаң намдай бер. Ол ақыры не деп намдалады ол? Ол арақ Аллах субханаху ва таала арам қылған бүткіл бұзықтықтың анасы ол. Сол сияқты адамдардың айтқан сөзіменен шариғатта дұрыс болған жихад жоққа шығып қалмайды, немесе бұзғыншылық жихад болып қалмайды. Немесе бұзғыншылық не болмайды? Жихад болып қалмайды. Сол үшін Аллах субханаху ва таала Құранның ең басындағы аяттарын егер оқитын болсақ, Аллах субханаху ва таала бір қауымдарды айтқан сөзін бізге зікір қылады. Егер оларға егер оларға жерде бұзғыншылық қылмаңдар десе, олар не деп айтады? Иннама нахну муслихун, біз дұрыстаушымыз, жақсылық қылушымыз деп айтады. Аллах субханаху ва таала не деп айтады? Ала иннаху хумул муфсидун. Солар өзі бұзғыншылық қылушылар, бірақ олар білмейді. Не қастан білмейді, немесе өздерін білмегенге алады. Демек, осы аяттан ғалымдар алып айтады, әрбір мен дұрыстық қылушымын, немесе бір нәрсені дұрыстаушымын, не десе болады оны? Жақсылық қылушымын деп айтқан адамның сөзі ол кісінің аузынан шыққан болғандығы үшін дұрыс болып қала бермейді. Бәлкім оның дұрыс немесе қате болуы Құран сүннеттің таразысына салынады. Егер сол таразыға сай келсе, демек ол жақсылық қылушы екен. Ол қандай адам болса да ол түніменен намаз оқып, күніменен ораза тұтатын болса да, Құранды естігенде немесе оқығанда тоқтамай жылап құлап қалатын адам болса да, қандай бір дәрежеде болмасын, ол егер Аллах субханаху ва тааланың дінінде осылай сөйлесе, оның сөзі, оның кейбір істеген істеріменен дұрыс болып кетуі
бұл мүмкін емес. Кім болса да ол. Дұрыс, біз білеміз, көп несе түнінде көп намаз оқитын, күндізі ораза тұтатын, ардайым күші жеткенше жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып, өмірін жақсылыққа өткізуге әрекет қылған адамның сөзі көп несе дұрыс болады. Бірақ ардайым дұрыс болады деген нәрсе жоқ. Сөз таразыға салыну керек. Сол үшін кейбір адамдар Аллах субханаху ва таала шариғат қылған джихадты жаман назарменен оған қарап, жаман түсініктерді таратады адамдардың арасында. Оған кейбір надан мұсылмандарда себеп оған негізінде. Надан мұсылмандарда себеп. Жел болмаса, ағаштың үсті қимылдамаған болатын. Бірақ олар себеп соған. Кейбір надандар, кейбір ақмақтар соған себеп. Бірақ олардың себебіменен Аллах субханаху ва таала шариғат қылған өкім берген бір өкімді жоққа шығарып тастау мүмкін емес. Сол үшін қазір қай бір жерде жихад десең қорқады. Ол бірден жихад десе қазір өлім келеді, қан төгу, солай. Жоқ, олай емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллам әскерді біріншіден біз айтып отырмыз, әскер жіберу кісілердің бір бұрыштан шығарған пікірлері арқылы болмайды. 5-6 адам жиналады, давай сендерге мынау ақша, мынау мал, мына астарында мәшіне, немесе мынау өтірік паспорт, бара беріңдер енді. Ондай болмайды, ондай нәрсе. Бұл біріншіден мұсылмандардың патшасы арқылы болу керек. Қай бір елде, сенің еліңде ме, өзің еліңнің патшасы бар. Көрші елде ме, сол елдің өзінің патшасы бар. Сол адам жауап береді бұл мәселелерге. Жақсылық қылса, оған жақсылық, егер сол жақсылық қылмаса, жамандық өзіне. Саған ешнәрсе жоқ. Саған тек қана насихат бар, дуа бар. Аллах субханаху ва таала өзімен сенің араңды дуасын тоқтатпаған. Қай бір мұсылманға болса да. Екіншіден, патша оларға қай бір кәпір мемлекетке өзінің әскерін жіберген уақытта оларды өлтіруге, қыруға, союға жібермейді. Оларды батқақтан тегіздікке шығаруға жібереді. Қараңғылықтан нұрге шығаруға жібереді. Оларды Аллах субханаху ва таала аспаннан түсірген таухид дініне шақыруға жібереді. Олар барып, оларды неге шақырады? Мұсылмандар барып кәпірлерді Алланың дініне кіруге шақырады. Алланың дініне кіруге шақырады. Ла илаха иллаллах кәлимасына шақырады. Аллах субханаху ва таалаға күфірлік бол, қорлық. Аллах субханаху ва таалаға құлшылық қылудан басқа біреуге құлшылық қылу бұл төмендік екенін түсіндіреді оларға. Дағуат қылады бар. Егер оларға құжат жетіп, оларға дұрыстықпен қате баяндалғаннан кейін олар бас тартса, сойыңдар деген нәрсе жоқ ол жерде. Оларға жизия төлейсіңдер дейді. Жизия ол не ол? Ол сол кәпірдің қолындағы ісінен азғантай бір нәрсені береді. Оны алудан мақсат қазіргі кейбір налогтар себепті мемлекеттер баю емес. Бұдан мақсат сол кәпірді күфірлігі себепті қор екенін білдіру. Алла айтады: "Хатта ю'тул жизията айяди ва хум сагирун." Өздері төмен болып, қорланып, қолдарымен әкеп тапсырсын. Банкпен шөтке өткізу мүмкін емес, өткізе алмайды. Алып келіп, патшалардың, мұсылмандардың патшасына не қылады? Тапсырады бүйтіп. Не бол? Мұсылмандар не үшін азиз болды? Ислам менен. Сендерге азиздік керек па? Исламға кір. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху айтқандай, Аллах субханаху ва таала, біз бір қор болған халық едік. Аллах субханаху ва таала осы дінменен бізді азиз қылды дейді. Құрметті қылды. Қашан біз құрметті осы діннен басқа бір себептен іздесек, Аллах бізді қорлап қояды дейді. Мұсылмандардың азиздігі олардың Аллаға болған құлшылықтары, олардың Аллаға болған таухиді себепті болып жатыр. Осы азиздікқа, құрметтікқа шағыру бол кәпірлерді. Ешқандай қорлау емес оларды. Мақсат оларды сол күфірден болып тұрған қорлық, Алладан басқасына құлшылық қылу сияқты қорлық жоқ. Ол кімге құлшылық қылып атқан болса да, ол пайғамбарға қылса да, уәлиге қылса да,
ол тасқа, ағашқа, сиырге не болса, ол мақлуқ, жаратылған бір нәрсеге құлшылық қылып тұр. Мұсылмандар сол кәпірлерді осы қорлықтан шығаруға шақырады. Егер сол нәрсені қабылдамаса, бағана айтқандай жизияны төлейді. Жизия төлейді, қалай төлейді ол? Ол мемлекет, мұсылмандардың мемлекетінің патшасының қол астында жүреді олар. Яғни, бір мұсылман мемлекет, басқа бір мұсылман мемлекет исламға кіргесі келмеді да, бірақ сен дейді, біздің қорғанымызда боласың. Біздің, не десе болады оны? Химая деп айтылады ғой енді араб тілінде. Яғни, біз қорғаймыз сені. Сендерді біз қорғаймыз. Сендерге, біздің қарамағымызда боласыңдар. Сендерге пайда, бізге пайда. Сендерге зиян, бізге зиян. Қара, тастап қоймайды ол. Егер сырттан бір мемлекет, егер осы кәпірлерге де бастырып келсе, оларды қорғандығын алады өзін. Қорғайды. Олар мұсылмандардың қол астында жүреді да, мұсылмандар сол жерлерге мешіттерді салады, медреселерді салады, Аллах субханаху ва тааланың дініне шақырады. Мұсылмандар шындықпенен бағанағы кәпірлерге болған дұрыс мәмілелермен, дұрыс мінездермен мінезденіп жүргенінде, соларменен қарым-қатынас қылып жүріп, мұсылмандардың кім екенін олар көреді. Олар сол жизияны төлеу арқалы біріншіден өздерінің қорлығын сезсе, екінші жағынан мұсылмандарды жақыннан көреді. Телевиден, радиодан естіп атқан жоқ олар мұсылмандарды. Газетадан оқып атқан жоқ. Олардың 5 уақыт намазына қалай екені, аманатты қалай сақтайтын екені, қиянат қылмайтын екені, олардың шыншыл екенін, бұл исламды талап еткен мұсылмандардың сипаттары. Түсініп алайық оны. Сол себептен ол мұсылман осылай суретте болу керек. Өзінің істеген ісі, айтқан бір ауыз сөзіменен біреуге өрнек болуға әрекет қылса, ол оның жақсылығы болады сол жерде. Сол кәпірлер мұсылмандардың осы жан-жағында жүруменен олар исламға кіреді. Оның осы дүниедегі қараңғылықтан Аллах субханаху ва таала түсірген нүрге бет бұрады. Аллах субханаху ва тааланың мәңгі азабынан құтылып, мәңгілік рахатына көшеді. Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзінің құлшылығына беріледі. Егер осыған разы болмаса, енді онда мәжбүр бол. Сендер бізді мәжбүрлеп атсыңдар дейді онда патша. Түсінікті ме жоқ па? Мұсылмандардың патшасы айтады, енді сендер бізді соғысуға мәжбүрлеп атсыңдар. Біз негізі соғыспақшы емес едік. Енді сендер бізді осыған мәжбүрлеп атсыңдар. Енді соғысатын көрші. Соғысқанда да оның қағидасы бар. Соғысушылар ғана соғысылады. Ағашты кеспейсің. Бір ибадатшы христиан бола ма, еврей бола ма, басқа бола ма, өзінің құлшылық орнында шықпай сол жерде құлшылық қылып отыр ма, оған тимейсің. Оның ибадатханасын бұзбайсың. Әйелді өлтірмейсің, шал кемпірді өлтірмейсің. Көгім жерді жақпайсың. Тек қана саған қарап, қару көтерген адамды ғана соны не өлтіресің, немесе әсірге түссе, әсірге аласың. Егер әсірге алайын деп тұрғанда, немесе күшің жеткен уақытта ла илаха иллаллах деп қойса, осы жерде де қорқып айтты деп оны өлтіруге ақың жоқ. Осылай қаруды қойдың басына, осы уақытта ла илаха иллаллах деп айтты. Болды деді, мен сендердің діндеріңе көштім. Сөйтсе, мұнафық, енді ма деген нәрсе болмайды. Болды. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, егер ла илаха иллаллах десе, олар менен өздерінің қандарында, малдарында сақтапты дейді. Болды. Асаму минни димаахум ва амвалахум ва хисабухум алаллах. Олар шынымен айтты ма ол жерде? Ол жүрегінде нифақ бар ма еді? Оны Алла біледі. Болды. Кеше айттық, біз сыртқы көрініспен мәміле қыламыз деді. Солай ма? Осылай бол, жихад негізінде бол, рахмет бол. Талап, жихадтан талап қылып жолға шығудан мақсат адамдарды дінге шақыру. Бұл Аллах субханаху ва тааланың дініне шақыруға себептердің бірі. Мынау себеп. Солай ма? Кітап себеп,
Соған ұқсаған Алла жолында жихадта бол себеп. Егер солны істеуге жағдай болса, оны істеледі. Жағдайы болмаса, ол сол патшаның ісі ол. Оны халық өзінше сөйлеп немесе жамағат жинап жеке өздері бір нәрсе істеуге ақысы жоқ. Қандай тақуалы немесе иманды болмаса, оның бізге қатысы жоқ. Екінші жихадтың түрі ол мұсылмандардың еліне кәпірлер бастырып келді. Мұсылмандардың еліне не қылды? Кәпірлер бастырып келді. Осы уақытта егер мұсылмандардың арасында өздерінің патшалары болып, егер соғысқа шақырса, онда әрбір мұсылманға сол шақыруға жауап беру важып болады. Ол уақытта әке-шешенің де рұқсаты керек емес. Нәби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва идастум фиртум фанфиру." Егер сендер шақырылсаңдар патша жағынан, барыңдар дейді, жауап беріңдер. Елге осылай бір қажет болып қалды ма? Сен сол елдің бір мүшесісің сен. Бір үстінісің сен. Ол қандай болсаң да, күшті боласың ба, күшсіз боласың ба, не болсаң да, сен сол жерде жауап беруің керек. Сол патшаның шақырғаны елді қорғау болып есептеледі. Онда әрбір адам уажып болады жауап беруі. Күші жеткен жағдай болған адамның әрбірі жауап беру важып болады. Егер олардың патшалары болмай қалып, немесе патшалары бет бұрса, күшсіздік қылса, немесе сол күшсіздік қылып қоятын болса, онда мұсылмандар өздерінің жағдайларына қарайды. Егер басқа патшалардан жәрдем алу арқылы егер елді қорғауға жағдайлары болатын болса, олар қорғайды, соғысады. Амма елді қорғауға өздерінде жағдайлары жоқ, бүтіндей күштері жоқ. Немесе ол кәпірлер бастырып келіп атқанда өздері емес, бәлкім оларға жәрдем берушілер көп. Олардың барлығы күші жиналған уақытта сөзсіз мұсылмандардың күші не күшсіз немесе жоқ есебінде. Бұл уақытта мұсылмандар әрбірі жағдай барынша дінін қорғауға әрекет қылады. Болды. Қалай дінін қорғауға жағдай болатын болса, ол жерден кетумен ба, немесе басқа ма, бұл жерде мұсылмандар дінін қорғау, жанын қорғауменен әрекет қылады. Егер сол уақытта артқа қашатын болса мұсылмандар сол себептен, олар онда күнәлі болмайды. Себебі Аллах субханаху ва таала пенделерін олардың күші жетпейтін нәрсеге бұйырмаған. Не болсаң да өзіңді қанға батыр деген нәрсе жоқ шариғатта. Намазды жағдайың болса тұрып оқисың, болмаса отырып немесе жатып оқисың. Бұл нәрселер адамдардың өзінің күш құдіреттеріне қайтады. Демек, бұл жихад мәселелері жалпы сөз көп бол мәселеде, бірақ біз бұл жерде айтайын деп тұрған мәселеміз, Аллах субханаху ва таала бізге бұл нәрсені әрбір адамның өзінің жағдайына тастап қоймаған. Бұл тастап қойылатын болса, бұл бардак болады. Бір ауылда 5-6 жалау шығады онда. Мынаның несі, мына ұрулар өздерінше жеке өздерінің жалауы бар, ана ұру мыналар, орта жүздің өзінің жалауы бар, кіші жүздің өзінің жалауы бар, өздерінің патшалары бар, мынау арабаны міне қатартса, арғысы міне қатартады. Онда ел болмайды онда. Ең күшсіз әскер ол елді жеңіп қойды онда. Бәлкім бұл жерде сол патша мұсылман болып, ол патша ең бұзық адам болса да, бұзықтығын айыптамай, сол бастықтың артынан еріп, сол елді қорғауда болу керек. Сол үшін айтып отыр: "Унуқиму фардал джихади вал хаджи ма аимматил муслимин фи кулли дахрин ва заман." Әрбір уақытта, қай бір уақытта болса да осылай. Бұл бұрынғы уақытта өтіп кеткен Аббасилердің немесе Умавилердің уақытында өтіп кеткен, қазір ондай нәрсе жоқ деген, бұның барлығы фәлсафа, бір тиын қымбат сөздер болды. Одан кейін айтады: "Вала нарал хуруджа алал аиммати валал қитала фил фитна." Бұл да
Ahlus-Sunna wal Jamaаттың негіздерінің бірі, олар айтып жатыр, "Вала нара ал-хуружа алал аимма", біз патшаларға қарсы шығуды дұрыс деп көрмейміз деп жатыр. Патшаларға қарсы шығуды дұрыс деп көрмейміз деп жатыр. Бұл мәселені қай бір жерде қозғасаң, осы мәселені қозғағандар қорқақтар, болар патшаларды ақтайды, дағуатшыларды жамандайды, патшаларды қорғау менен жақсылыққа беру, жамандықтан қайтарғандарды ғайбат жасайды деген сөздерді қозғайтындар бар. Негізінде Ахлус-Сунна вал Жамаат аиммалары осы сөздерге, адамдардың осындай бір айтқан өсектеріне қарамай, бұл негіздерді кітаптарында өздерінен болған бір бұрынғылардан қалған, аиммалардан болып қалған негіз деп кітаптарға жазып қалдырған мәселелер. Бұл мәселелерді адам айтуға ялу керек емес. Мұсылман өзінің дінінен ялмайды. Сақалын не қойдың десе, мен модаға қойып қойдым, енді шалбарын не қысқартып жүресің десе, енді шорт жақсы ғой, салқын жазда. Жоқ, айт, Наби саллаллаху алейхи ва саллям деп оны. Не ұяласың? Сақалыңнан ұялсаң, ол ұялсын, сақалını қырып жүргенде ол ұялсын, ол қатын сияқты болып жүргенде. Ол ұялсын. Сен емес. Алла субханаху ва таала саған сақал берді, қатынға сақал берген жоқ. Егер оған болғанда беретін, солай ма жоқ па? Барлығы бір, оған шашта шығады, басқа жүндерде шығады, бәрі шығады да, бірақ сақал шықпайды. Неге? Алла осылай жаратты да оны. Сені осылай жаратты. Сен қой соны. Неге ұяласың? Сендерде не қатындар бөлек отырмай ма десе, енді тынышырақ отырамыз ғой. Жоқ, олай деме, бізде қатындар бөлек, еркектер бөлек отырады. Еркек еркекпен сөйлеседі, қатын қатынмен сөйлеседі ол. Деп айт оны, шариғат деп айт оны. Не ұяласың оны? Жатып күлмей ма, сен не жұмыс бар оны? Күлсе өзіне күнә. Сен шариғатта айттың. Неге ұяламыз оны? Неге тартынамыз оны? Сен ба бір-ақ айтқан? 1400 жылдан бері айтып тұрған сөз. Бәлкім бұл негіздердің жалпы пайғамбарлардың діні. Кім ұялады одан? Ұялған адам өзі қор болады ол. Адам тартынбау керек ол нәрселерден. Сен не деп айтады? Қорқақ дейсің, қорқақ дегенмен сен қорқақ болып қаласың ба? Анау кішкентай балдарды ұрысқанда кім қораз екен, түкірші десе, сонымен бір қорқақ болса да түкірсе, сол батыр болып кетеді деген. Бұл жас балдардың, бір ақмақтардың айтатын сөзі. Сен қорқақ дегенмен сен қорқақ болып қалмайсың ба ол? Солай ма? Сені КМБшілікке қызмет қылады дегенмен сен қызмет қыл. Бәлкім сол КМБшілікке қызмет қылады деп отқан өзі қызмет қылуы мүмкін. Подпольный. Сен білмейсің оны. Солай ма жоқ па? Мүмкін өзі шығар қызмет қылып отқан. Бұл патшалар бүйтеді, үйтеді деп айтады. Қайықтан біледі ол? Мүмкін бірге отырған шығар. Бірге шай ішкен шығар. Болар келешекте бүйтпекші дейді. Кім айтты саған? Сенің не телефоныңда номері бар ма, оны сөйлесіп тұрасың? Немесе олардың отырыстарына қатысып келдің бе? Қайықтан білесің оны? Солай ма жоқ па? Келешектен не дейді анау? Бақсылық қылады. Олар келешекте Қазақстанда дінді құртпақшы болар негізінде. Олар негізінде мұсылмандарды құртпақшы. Мұсылман атасы, шешесі, анасы мұсылман ғой, сонда кімді құртайын деп жүр сонда? Егер соны құртса, елде кім қалады сонда? Солай ма жоқ? Кім қалады? Ел мұсылман ел, жер мұсылман жер. Кімді құртпақшы олар сонда? Дұрыс, кейбір нәрселерді қате түсінгендігі үшін кейбір адамдардың шайтандары бар, дінді қате түсіндіріп қойса, кейбір сөздеріне қарсы болады. Ол фитна. Оған да фитна, саған да фитна. Болады ондай нәрсе. Фитна болмай жаннатқа кірейін дедің бе? Солай ма? Бұл нәрсе болып тұрады. Бірақ оған сабыр қылушы бар, сабыр қылмаушы бар. Ондай нәрселерді адам айтқанда ұялмайды. Не деп айттаса да. Айтып жатыр мына жерде, "Вала нарал хуружа алал аимма", біз патшаларға қарсы шығуды дұрыс көрмейміз деп. Патшаларға қарсы шығу, ол патша мұсылмандардың патшасы. Ол қалай сайланған болса да. Патшалардың сайлаудың жолдары көп. Солардың бірі мұсылмандар өздері Ахлул халли вал ақд ішіндегі адамдар таңдап алса,
немесе бұрынғы патша өзі тастап кетсе, өзінен кейін біреуді, баласын тастап кетсе де, немесе бір адам соғыспенен немесе сондай бір фитнаменен патшалыққа ие болып алды. Әйтеуір адамдарға бас болып алды. Енді ол бас болды ма? Болды. Бітті. Ол мұсылмандардың патшасы болып есептеледі де, оған қарсы шығу мүмкін емес. Оған қарсы шығу мүмкін емес. Бірақ сол қарсы шығу мүмкін емес, оған мойынсыну керек дегеніміздің шектелген шегі бар. Қалай ол? Десе, патша бұйырған немесе қайтарған нәрсесі екі немесе үш жағдайда болады. Патша сені уажыпқа бұйырса, немесе арамнан қайтарса, саған уажыптығы күшейеді ол уақытта. Сені неге шақырды? Намазға шақырды. Немесе жамағатқа шақырды. Рибадан қайтарды, базардағы мынандай арам мәміледен қайтарды. Солай ма? Ол уақытта мойынсынуың сөзсіз уажып болады. Аллаға мойынсыну бабында. Екіншісі, шариғатта мұстахаб болған нәрсеге саған бұйырып жатыр ол. Немесе ғалымдардың арасында хилаф болған нәрсені осын таңдаңдар, болды, басқа сөз жоқ деп айтты. Мысал, ғалымдар әртүрлі мысалдарды келтіреді. Мысал, жалпы елде муайян бір мәселеде фатуа шығады. Мысал, бір сөзбенен әйеліне 3 талақсың десе, 3 талақ түсе ме, немесе 1 талақ түсе ме? Ғалымдардың арасында хилаф бар. Сенің ойың бойынша ол 1 талақ түсуі мүмкін. Бірақ патша 3 талақ болды десе, елдерде сол өкім жүреді көбінесе. Түсінікті ме? Егер ол сенің ойында ол қате болып есептелсе де, ол жерде соған еру керек болады. Ибн Масуд радияллаху анху айтқандай, ал-хилафу шар, бағанағы Ибн Масуд радияллаху анху Минада тұрған уақытта Усман радияллаху анху өзін Меккеден үй там салғандығы үшін мен Меккеде мұқимын деп ойлайды. Меккеде немін деп ойлайды? Мұқимын де, яғни мұқим деген түсінікті ғой, яғни толық оқимын деп ойлайды да, намазды Минада 2 бастың орнына 4 бас қылып оқиды. Ибн Масуд радияллаху анху 2 бас оқу керек, себебі Минада о жерде 2 бас оқудан мақсат сапар болғандығы үшін ғана емес, бәлкім Наби саллаллаху алейхи сол жерде осылай оқыған. Себебі ол жерде Минада сол хажда меккеліктерді жүрді ғой, соларды 2 рәкат оқыған. Меккеліктерді жүріп 2 рәкат оқыған. Наби, яғни бір адам, яғни қазір имам мұсафір. Ол 5-ін оқып жатыр, 2 рәкат оқып жатыр. Сен несін? Мұқимсың. Ол 2 рәкаттан сәлем бергеннен кейін не қылады ол? Артта тұрғандар не қылады? 2 рәкатты жалғастырып бітіріп қояды. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи вассалам Минада тұрғанда бүткіл адамдардың бәрі 2 рәкат оқыған. Адамдардың бәрі не қылған? 2 рәкат оқыған. Содан Ибн Масуд радияллаху анху айтады, бәрі 2 рәкат оқу керек. Усман радияллаху анху сол жерде 4 рәкат деп есептеді. Өзі мұқим деп ойлады. Сонда Ибн Масуд радияллаху анху сол имамға еріп 2 рәкат оқымай 4 рәкат оқиды. Сонда сіз 2 рәкат оқу керек деп айтып жатыр едіңіз ғой, сол кісінің сөзі дұрыс сол жерде. Сөйтсе айтады, Ибн Масуд радияллаху анху айтады, ал-хилафу шар. Бұл келіспеушілік жаман нәрсе. Келіспеушілікті бар. Ол патша солай істеп жатыр ма? Солай істесе. Анас радияллаху анхудан біреу сұрайды, табииндердің, пәлен жерге хажда қалай барамыз, мына жерге қалай жүреміз, қалай қимылдаймыз деп тұрса, айтады, патша қалай қимылдаса солай қимылда дейді. Қай жаққа барса сол жаққа бар. Жүре бер сол патша. Түсінікті ме? Ол екінші жағдайы. Үшінші жағдайы, шариғатта жалпы оған бұйырмағанда, немесе шариғатта о нәрседен қайтарылмаған нәрсеге бұйырып немесе қайтарып жатыр. Мысал, саған айтады, сағат 8-ден кешікпе дейді неден? Сабақтан немесе жұмыстан. Исламда сағат 8 деген бар ма? Жоқ ондай нәрсе. Ол 24 сағаттың өзінің істелетін уажып кейбір амалдары бар, болды. Қалғанда адам еркін, солай ма? Сол 8-де кел деді ма, енді сен келесің сол жерде. Светофорда тоқтайсың, қызыл, сары десең, маған сары жақпай тұр осы. Мен көкте тоқтайыншы деген нәрсе болмайды.
Солай ма жоқ па? Мен осы жасылда тоқтай салайын енді деген нәрсе болмайды. Саған жасылда тоқта деп айтты ма? Тоқтайсың. Жасылда жүресің деді ма? Жүресің. Қызылда тоқта деді ма? Тоқтайсың осылар. Ол Құран сүннетте жоқ деп шығарып жүргендер. Солай ма жоқ па? Ол Құран сүннетте жоқ. Соның өзі. Бірақ патшаға мойынсыну бар. Тура Ибн Масуд радиаллаху анхуға бір әйел келеді де айтады: сіз дейді қас тергендерді Алла ләнеттепті деп айтасыз. Мен Құранның басынан ақырына шейін оқып шықтым. Ондай сөз жоқ екен дейді Құранда. Сонда Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: егер дұрыстап оқығаныңда таққан болатын едің дейді. Алла айтады: пайғамбарды алып келгенді орындаңдар, бұйырғанды қайтарғаннан тиіңдер деп айтады. Кетеді солай. Демек ол Құранда бар екен. Несі бар? Негізі бар. Оны хадис шарттап берген, баяндап берген. Солай ма? Сол жеткілікті бізге. Алла айтып отыр: мафарратна фил китаби мин шей. Біз кітапта ешқандай бір пайдалы нәрсені қоймай айттық деп жатсыз. Бар, негіздері бар, жеткілікті. Алла субханаху ва таала жалпы патшаларға мойынсұныңдар деді. Неде? Мынау төртінші мәселе келеді, төртінші жағдай. Егер сені сол патша уажиптан қайтарып арамға бұйырып атса. Уажиптан қайтарып атыр. Намаздан қайтарып атыр. Хижаптан қайтарып атыр. Солай ма? Немесе арамға бұйырып атыр. Риба істе давай. Тіршілік керек па? Тек қана саған осымен беремін дейді. Давай, осыны аласың. Немесе соған ұқсаған істерге мәжбүрлеп атыр, бұйырып атыр. Не қыласың сен? Мойынсынбайсың. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам иннама таату фил ма'руф деп шектеп қойған. Мойынсыну жақсылықта ғана болады. Жақсылықта болмаса, ол оған мойынсыну жоқ. Мойынсынбайды ол жерде. Бірақ мойынсынба дегені оған қарсы шық дегені емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллам баяндаған бұнда. Айтады: егер сендерге бір патшалық қылатын болса, онда бір мағсия көретін болса, соны күнә көретін болса, сол күнәні жек көрсін дейді. Бірақ одан мойынсынуды, яғни вала янза ядан мин та'a дейді, яғни оған мойынсынуды қоймасын дейді. Яғни оған мойынсынсын дейді. Бұл бүйтіп жатыр деп кейбір күнәларын айтып, осындай қарсылыққа бару мүмкін емес. Және сол нәрсені білуіміз керек, ол жерде егер ол адам осындай бір жамандықтарға бұйырып жатыр, осындай бір жақсылықтардан қайтарып жатыр, үндемей жүре бер деген нәрсе жоқ ол жерде. Оған қарсы шықты деген нәрсе жоқ. Ол жерде бізде ахлус сунна вал жамаат сызған Наби саллаллаху алейхи ва саллам манхажы бар. Ол не ол? Ол насихат. Ешбір адам ойламасын ахлус сунна вал жамаат айыммалары күнәні жақсы көреді екен деп. Олар күнәні жек көреді. Күнә иелерінде жек көреді. Бәлкім әл-вала вәл-бара мәселесі, Алла үшін жақсы көру, Алла үшін жек көру, жалауын көтеретін ахлус сунна вал жамаат. Олардан басқасында бұл негіз еріп жоқ болып кеткен сияқты. Суға түскен сүз сияқты. Бұл нәрсе бар, олар жек көреді оны. Иесінде жек көреді. Бірақ оған насихат есігі ашық. Оған насихат есігі ашық. Егер патшадан адам бір жамандық көретін болса, жағдай барынша Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: оған насихат қылсын. Қолынан алсын, жеке қалып, өзіне насихат қылсын. Егер қабылдаса, ол жақсылықты орындапты. Егер қабылдамаса, өзінің мойнындағы міндетті орындапты. Болды. Егер осы негіздер түсінілетін болса, Аллах субханаху ва таала бізге айтады: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ қай бір ер мұсылман немесе әйел болса, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا Аллах немесе пайғамбары бір өкімді шығарса, оларға ешқандай бір таңдау нәрсе болмайды. Таңдау деген нәрсе болмайды. Мойынсыну керек сол нәрсеге. Ол жерде мынау сөз, анау сөз деген таңдау жоқ. Ол жерде Аллах субханаху ва тааланың өкімі келіп жатыр ма?
Ма кана лахумул хиярату мин амрихим. Олар өздерінше бір нәрсені таңдап, бір нәрсені істей алмайды өздерінің қалауларымен. Бәлкім иман иесінің, таухид иесінің қалауы Аллах субханаху ва тааланың шариғатына сай болу керек. Егер сол болмайтын болса, ол адасуда болады. Мына жерде, яғни İmam el-Ajurri rahimahullohning Şaria degan kitobi bor. İmam el-Ajurri Şaria degan kitobda ahli sunna val jamoatning aqidasini jalpi isnadlari bilan zikr qilgan, sonda biroz so'zlarda aytgan, sodan bir o'quga harakat qilamiz. Onda rahimahulloh aytadi: "Lam yaxtalif al-ulama'u qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawm su'in wa usatu lillahi wa li rasulih sallallahu alayhi wasallam." Aytwatar, g'olimlar burunda da, kiyinde de havarijler zaman kavimler, және Allah'ın Resulüne karşı küneli bolgan adamlar ekenine olar hilaf kılmagan diyor. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Şerrul halqi vel halika." Бүткүл барлықтың заманы осылар. Ең жаман адамдар солар. Соны айтып отыр. Не деп отыр? "Усату лиллахи ва расулихи ва ин саллу ва саму." Олар намаз оқса да, ораза tutsa da, ibadatta өте бір қатты әрекет етуші болса да, күшті ibadatta. Бірақ онда сол хавариждердің істері немесе пікірлері бар. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ لَهُمْ. Бұл істері оларға пайда беруші емес. نَعَمْ وَيُظْهِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ. Дұрыс, олар елдердің көзінше жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруды көрсетіп жүреді адамдарға. Бірақ бұл істері оларға пайда бермейді деп отыр. Айтады: "وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا يَهْوَوْنَ." Себебі олар Құр'анды өздерінің нәпстері талап еткен жолға тәуил қылатын, өзгертетін қауымдар олар. وَيُمَوِّهُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَحَذَّرَنَا صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala және Nabi sallallahu aleyhi ve sellem олардан qaytargan, eskерткен. وَحَذَّرَنَاهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ. Xulafalarda qaytargan. وَحَذَّرَنَاهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. وَالْخَوَارِجُ هُمُ الشُّرَاةُ الْأَنْجَاسُ الْأَرْجَاسُ. Yani öte ağır sözler bunlar. Aytıyor, xavarijler olar jaman adamlar, olar nejas kavimler onlar diyor. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ. Осы хавариждердің манхажында болған бүткіл адамдардың барлығы осылай деп отыр. يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. Бұл мазхабты олар бір-бірлерінен мұрагерлік қылып алып жүреді, бұрынғылардан кейінгілері. Бұл қияметке үшін осылай. Бұл қауымдар бар. Аллах субханаху ва таала бірін тоқтатса, екіншісі өніп шыға береді болар. Сол үшін біз құрттық деген нәрсе жоқ. Ол шығып келе береді. Бірақ Аллах субханаху ва тааланың әмірі олардың үстінде. وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ. Олар Аллах субханаху ва таала, яғни бұл жерде әимма патшалар және әмірлерге қарсы шығады. وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ. Мұсылмандарды өлтіруді өздеріне адал деп көреді. Қараңдар. فَأَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ رَجُلٌ طَعَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. Ең бірінші шыққан болардың басы Наби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында шығып, Наби саллаллаху алейхи ва саллямның әділдігіне тиіскен адам, тіл тигізген адам. Наби саллаллаху алейхи ва саллям ғанималар, бағана қолға түскен нәрселерді бөліп тұрған уақытта: "Ей Мұхаммед, әділдік қыл. Сен әділдік қылып атқанын көріп тұрған жоқпын" деді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Уайлак" деді, "Саған бәле болсын. Егер мен әділдік қылмасам, кім қылады сонда?" Бұл жерде әділдік қыл деген сөзбен шығып жатыр да, көріп жатсыңдар ма? Әділдік қылу керек деп. Солай ма? Яғни маған бермедің ғой деп айта алмайды да ол. Мен неге алмадым деп айтпайды. Әділдік қылу керек десе, жалпы өзіне ұқсағандар оның жалауының астына жиналады. Неге біздің елде осынша нефт бар? Бензин не үшін бізде қымбат? Оны кім пәленшілер жеп жатыр? Бізге неге бермейді? Олар мынандай жерде тұрады, неге бізге болмайды? Алла сенің рызқыңды сонда тартып алды ма? Немесе саған беріп тұрған рызықты аналар тартып алып қойды ма сонда? Солар болмағанда саған рызық көбірек келеді деп ойлап жүрсің ба сонда?
Солай бола ма? Болуы мүмкін бе, жоқ па? Мүмкін емес. Алланың берген рызқы осылай келеді. Жазбағаны, егер сен патша болсаң да жей алмайсың. Солай ма, жоқ па? Қанша билік иелері бар, бірақ қана пиялайда бағанағы кішкентай кеседе сорпа ішеді. Оның етін жей алмайды бейшара. Себебі оны жесе асқазаны жарылып кетеді. Ауру осылай. Өзі сойған қойдың етін жей алмай өліп кетеді олар. Сонда сен не Алланың тағдырына қарсы келейін дедің? Адамдардың жамандығы әрбір істеген істің не десе болады? Есебін осы дүниеде алып алайын дейді де. Неге болай? Оны болмау керек. Мен тірі екенмін, осыны құртып кетуім керек дейді. Сонда ақыретке ештеңе қалмады ма сонда? Яғни бүткіл өкім осы жерде жетілсе, сонда не үшін оны яумул хисаб деп айтылды қиямет күні? Есеп күні деп не үшін намдалды қиямет? Әкейін ба сонда? Сол күнде бар, иншалла барсаң, Алла ақыңды алып береді. Соған сен. Сенуің керек сен. Не үшін сен мұсылман болдың? Сол ғайыпқа иман келтіргендігіңнен сен мұсылман болдың. Сол қияметте, сол патша қанша зұлым қылса қылсын, Алла субханаху ва тағала саған алып береді. Саған жақсылық осы дүниеде берілгені жақсы ма, немесе қияметте ме? Қияметке алып қойылғаны сен үшін сөзсіз жақсы. Бірақ бұл дүниеде саған берілсе, Аллаға ма да қайтасың? Тура жолмен келсін. Осы дүниеде есепте, мына жүр ғой, мына арабтарда жүр ғой қазір. Патшалардың өкімін шешеміз деп, қазір неше жыл болды қазір? Әлі бір жерде тыншыған жоқ. Мына кешеп, сендер енді оны біліп жүрсіңдер жоқ. Мысырдың патшасын және бір рет алып тастады қазір. Және алып тастады. Ихуани еді, оны алып тастады. Енді және біреуді қоймақшы. Таңдап қойған адамдары және алып тастады. Оларға қылыш керек негізінде. Саддамды алып тастады, ол қазіргі шейін қан төгіліп жатыр. Ол не бір ифлас болса да, сол жерде адамдардың қарнын төкпей ұстап тұрған еді. Ешбір шиит әхлі сүннамен соғысып, немесе бір американец келіп адамдарды атып атқан емес еді. Ол ешкім Саддамды ақтайын деп атқан жоқ, ол оның ифластығы өзіне. Солай ма? Бірақ мұсылмандардың қаны сақталған еді. Негізінде Аллах субханаху ва таала Наби саллаллаху алейхи ва салламға түсірген шариғатта мұсылмандардың қанын бәр нәрседен азиз қылып қойған. Ибн Умар радиаллаху анху айтады, қара тасқа келіп тұрып, сен құрметтісің дейді, бірақ мұсылманның қаны сенен абзал дейді, сенен құрметтірек. Мұсылманның қаны одан құрметтірек. Болар қанша адамдардың қандарын төгіп атқандарымен жұмыстары жоқ. Не істейміз дейді? Исламский демократияны орындаймыз дейді. Ислам демократия, ол тура келмейді ол нәрсе. Ол Аллах субханаху ва тааланың дініне қарсы нәрсе, ол дұрыс емес ол нәрсе. Солай ма жоқ па? Олар өздері демократия қылған деп отыр ма? Қыла берсін. Олардың қазір істеп тұрған істері, Шейх-ул-Ислам Таймия рахимахулла айтқандай, қай бір қауымда егер патшалар қарсы шығатын болса, олардың алып келген жақсылықтарынан олардың жамандықтары көп. Оларға болып тұрған, артынан келіп тұрған жамандықтары олардың алып келген жақсылықтарынан көп. Онда неге әрекет қылып жатыр олар? Қай бір ел жақсылыққа жетті осы көтеріліс себепті? Кейбір мақсат иелері өздерінің мақсатына жеткен шығар. Дүниесін алды, басқасын қылды, банкін толтырып алған шығар. Бірақ халық не болды? Халық одан да бетер кедей, одан бетер бишара, байып жатыр, кедей одан бетер сынып жатыр. Қан төгілген бишаралар не үшін өліп кеткенін білмейді адамдар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметтің белгілерінің бірі, өлтіріп жатқан не үшін өлтіріп жатқанын білмейді. Өлген не үшін өлгенін білмейді. Біреу атып кетті, не үшін білмейді бишара, не үшін өлді ол. Не үшін ол кісіні атып кетті олар. Не үшін оның үстіне бомба түсті болды. Не үшін мынау ақмақ келіп оны жарып жіберді, білмейді. Біліп жатқан жоқ. Өлгенде бір дұрыстап өлсе дұрыс қой, енді өлсе де дұрыс па? Бір жақсы бір шариғатқа сай өлсін, не ажалымен осылай бір жатып өлсін, немесе бір қызметті орындап өлсін. Бишара ол білмейді, не үшін өліп жатыр, не үшін өлтірді оны. Мынау атып жатыр ананы, не үшін атып жатыр? Ату керек. Ату керек, оған ат деген болды, атып жатыр. Бұл фитна Наби саллаллаху алейхи ва салламның уақытында сол көре алмаушылықтан шығып келген бәле болды. Не үшін олар былай, не үшін бізде жоқ? Мына көрші мемлекетті қара, ондай
сені мына мемлекетте бізде олай, оларда бүйтеді, бізде неге жоқ? Осылай. Барлығы өздерінің мемлекеттерін басқа біреуге салыстыруменен альхамдулилля деген қауым жоқ. Мына мемлекет, мына Саудияда тұрмыз, көріп жатсыңдар, елдер тыныш, альхамдулилля. Біздің жағдайларымызда егер жалпы көретін болсақ, тыныштық, альхамдулилля. Аман жолда барасың, келесің, қажың істейсің, умраң істейсің, ибадатын орындайсың, таухид айтсаң айтасың, сүндет айтсаң тыныш. Бірақ разы емес адамдар да толып жатыр. Не үшін біздің айлығымыз 5 мың, 10 мың емес? Куветте біздің істеген ісімізге 10 мың береді екен дейді, Куветте жанымызда. Не үшін бізге 5 мың? Оған ұқсаған адамдар толып жатыр. Бір ақмақ жетіспей тұрып, жалау көтеріп шыққан бір ақмақ жетіспей тұрып. Сол көтеріліп шықса, жанында ақмақтар көп. Шығатын надандар, жахилдер толып жатыр. Бірақ алхамдулилля Аллах субханаху ва таала бұл фитнаны тоқтатады осыменен. Ва илля бұның барлығы негізінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям уақытындағы сол адамның көре алмаушылығынан. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллямға осылай айтқанда Умар ибн Хаттаб радияллаху анху айтады: "Рұқсат беріңіз, мынаны басын алайын" деді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям қой дейді. Сонымен хадистің ақырында айтады: "Мына адамның артынан сондай адамдар шығады, сендер намаздарыңды көргенде, олардың намаздарын көргенде өздерінің намаздарын кемсітесіңдер. Олардың оразасын көргенде өздерінде кімді айтып жатыр? Сахабаларды айтып жатыр. Сахабалардың оқыған намазы, тұтқан оразалары ештеңе болмай қалады деген, қараңдар. Олардың ибадаттары күштілігінен, зікірлері, намаз оқығандары, оразасы, құлшылығының сондай қатты күштілігінен сахабалар деген біз ештеңе істемей деген біз ғой мыналардың алдында деп. Тахқируна салатакум инда салатихим деп жатыр. Солай ма? Айтады: "Ямруқуна минад-дин", олар діннен шығып кетеді деп жатыр. Сонда айтып жатыр: "Ва амара фи гайри хадисин би қиталихим". Наби саллаллаху алейхи имам ал-Аджур рахимахуллах сөздің жалғасында айтып жатыр. Аллах субханаху ва таала Наби саллаллаху алейхи ва саллям неше бір хадисте оларға қарсы соғысуды бұйырды. Және оларды өлтірген адамды, немесе олар өлтірген адамның қасиетін айтып етті. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: оларды өлтірген адам ең күшті өлтіруші дейді. Олар өлтірген, солардың қылышымен өлген адам ең абзал шахидтердің бірі болады. Соларға қарсы соғысқандығы себепті. Thumma innahum ba'da zalika kharaju min buldanin shatta. Содан кейін олар, сол хавариждер түрлі елдерден шықты деп жатыр. Wajtama'u wa azharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Жиналып олар адамдардың арасында жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару шариғатын айтып жүрді. Бұл жақсы сөзді ардайым. Мына патша сендерге әділдік қылмай жатыр, мен келсем былай істеп берем дейді ғой. Барлығы өтірік өзі. Бірақ халық сенеді соларға. Мынау шығып тұрған депутаттар сияқты, мынау істемеді, мен сендерге бүйтіп берем дейді де, азғантай бастап қояды оны. Аллаху алам, ақыр қашан бітеді. Солай ма? Халық сенеді соған. Халық сондай білімсіздік болғаннан кейін осылай. Егер пайғамбармын деп шықса, бар соның артынан еретіндер. Бір жылы бір әйел Америкада адамдарға жұма оқып бермекші болды. Естерінде ме? Естерінде ме? 10 жылдай болып қалды оған. Америкада әйел кісі жұмаға құтпа өтіп, машалла. Адамдар бар, артында бар, соның артында намаз оқып отқандар бар. Көрдің бе? Сондай. Егер пайғамбармын деп шықса, бір адам артында бар, еріп жүргендер. Сол үшін анау ақ жол, пақ жолдардың жолдары жүріп кетіп жатыр да, солардың себептерінен. Бір қабірді жақсылап анау пысық қыспенен, бағанағы турецкий нелерменен әшекейлеп, бірнеңке қылып көтеріп, ол көтеріп мына жерде бір әулиеді, мүмкін есек өлген шығар ол жерде. Аллаху алейхи. Мынау әулиеді көтеріп қойса, бірнеңке қылып трактор әкеліп, бірнеңке қылып құдық қазып, бірнеңке қылып су шығарып қойса ана жерден, пәленше ата, пәленше әулие мына құдықта қолға бір тықса бағанағы жерден құдық шығып келген екен деп алдаса, сенеді адамдар. Көрсең автобус келіп жатыр адамдар. Сол жерде шырақ-шыралда кеп қалады бірден, ол тарихы да шығады ол құдықтың, оның қиссасы да шығады ол мешіттің бағанағы. Солай ма?
жүздап адамдар нормальный бизнес ол. Жақсы бір сауда жүреді ол жерде. Қонақ үйлер салынады ол жерде, сосын, кетіп жатыр, болып жатыр нәрселер. Неге? Халықта білім жоқ. Халықта білім жоқ. Бұл да религиялар Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін адамдардың арасында осылай жаю керек адам. Тарату керек адамдардың арасында. Міне дінде. Адамдар таухидты білсін, сүннетті білсін, Наби саллаллаху алейхи вассалам манхажын білсін, сахабалардың жолын білсін. Солай ма? Сонда ерушілер аз болады ондай ақмақтарға. Илля кім жалау көтеріп шықса артынан бар біреу. Солай ма жоқ па? Сол үшін мына жерде айтып жатыр, "Азхарул амра бил ма'руф ва нахи анил мункар". Осы әдемі сөздерді көтеріп жүреді осылай. Жақсылыққа бұйыру керек, жамандықтан қатыру керек, ол кәпірлерді құрту керек, мұсылмандарға билік керек, анау мынау видеоларды қойып береді, ана жерде мынау мұсылмандарды қылып жатыр, мына жерде өлтіріп жатыр, анада жерде сойып жатыр, мынау жетімді қара, мынау жесірді қара, солардың бәрін көрсетіп ішін піседі да, одан кейін жарылады сосын. Жарылатпағаны. Жарылғанда енді бітті енді. Не болатынын енді Алланың жалғыз өзі біледі. Солай ма? Осы сөзде хатта қадимул Мадина, бағана хавариждер Мединеге келді. Фақаталу Усман ибн Аффан. Кім? Періштелер ұялатын Усманды өлтірді. Періштелер ұялатын о кісіге. Сол адамға қалай қылыш көтереді? Үстіне отырып алып 9 пышақ ұрады бағанағы бір арамы. Мынау пәленшесі Алла үшін, мынаншасы ішімде болған саған жек көруімға дейді. Османды өлтіреміз. Осман радиаллаху анху сол жерде де шай ішіп отырмаған ол кісі, Құран оқып отыр осы. Көрдіңдер ма? Бұл жерде боларға өздері қалаған адамда керек емес. Әйтеуір қарсы шығу керек болды. Біреу келсе, одан да бәле тауады. Одан жақсырақ адамды қойсаң, одан да бәле тауады. Олар рахаттанбайды. Османға рахат болмағаннан кейін, одан кейінгі адам рахатты ойламаса да болады. Ойламаса да болады. Усман ибн Аффан радиаллаху анху. Наби саллаллаху алейхи вассалам неше бір хадистерде о кісіге жаннаттың хабарын айтқан. Өткенде айттық Усманның фазилетінде. Солай ма жоқ па? Осы күннен кейін Усман не істесе оған зиян бермейді деді. Солай ма? Егер олардың ойы бойынша Усман шынымен қате қылып тұрған болғанда да Наби саллаллаху алейхи вассалам айту бойынша оған зиян бермейді деген. Солай ма? Жеткілікті соның өзі. Саған не бар? Сен пайғамбар мен Усманның арасында түсейін десің бе? Талқан болып кетесің бауыр. Екі тастың арасында түске тұрған бидай не болады ол? Жоқсың сен, жоқсың. Солар не деп айтады? Осылар Наби саллаллаху алейхи вассалам алдына ертең жолыққанда не деп айтады? Сенің жаннат хабар берген адамыңды өлтірдік деп қуанып келе ме сонда? Хаудынан ішет деп ойлайсыңдар ма осылар? Мәңгі ішпейді олар. Олар ішпейді. Наби саллаллаху алейхи вассалам дінін өзгерткен қауымдар болар. Усман радиаллаху анхуны өлтірді деп жатыр. Вақад иштахада асхабу Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам мимман кана бил Мадинати фи ан ла юқтала Усман. Усман радиаллаху анху өлтірілмеуіне сахабалар көп әрекет қылды. Бірақ Усман радиаллаху анху олардан сөз алады. Мен себепті қан төгілмесін дейді. Қарсы шыққандар. Қараңдар. Мұсылмандардың қанын төкпеуге қатты әрекет қылғандықтан мен себепті тартысу арқылы қан төгілмесін қойыңдар. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu қанша сахабалар келіп қорғаймыз дейді. Осымен қойыңдар дейді. Қойыңдар дейді оларға. Бірақ олар осы жерде Усман радıyallahu anhuға мойынсыну арқылы сол кісінің өлуімен олар осы бәлеге жолығады. فما أطاقوا على ذلك ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuға қарсы шықты. Олар қарсы шыққан уақытта енді Усман қате қылып жатыр, Усман бүйтіп жатыр. Усман радиаллаху анхуға жала жабылған нәрселер осылар болған. Усман радиаллаху анху өзінің туысқандарына байлықты беріп жатыр. Биліктерді өзінің туысқандарына, ағасының баласына, інісінің сөйтіп байлықты таратып жатыр деген өкім. Бұл еврей таратқан іс болған негізінде. Абдуллах ибн Саба яһуди. Осындай мұнафиқтар бар. Бидат иелері бар, осындай бір ойларды тарату арқылы мұсылмандардың арасында фитна жасайды. Осы жерде Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху арадағы болған кейбір фитна болған уақытында Амр ибн Ас радиаллаху анху мен Абу Мусаның
арасында болған өкім өкім бізді арамызды шешеді деді. Муауия Амр ибн Асты жіберді. Али ибн Аби Талиб радияллаху анху, Абу Муса радияллаху анхуны жіберді. Олар екеуі бір нәрсеге келісуге отырған уақытында хавариждер Али радияллаху анхуды айыптады. Бұл адамдарға өкім беріп жатыр, Алла мен Расулына өкім беріп жатқан дейді. Өкім Аллаға болу керек деген әдемі сөзді. Жақсылыққа бұйырып жатыр ғой бұл. Өкім Аллаға болу керек деді. Али ибн Аби Талиб радияллаху анху осы сөз жеткенде, ол жақсы сөз ғой, бірақ мақсат жаман дейді. Сөз жақсы, мынау сөз өте жақсы сөз. Әділдік қылу керек, адамдарға бейбітшілік жасап беру керек, жағдайларын дұрыстап беру керек, Бұл жақсы нәрсе, сөздер, жақсы сөздер. Бірақ оның артында у бар екенін Али ибн Аби Талиб радияллаху анху сол жерде біліп тұр. Соменен Али ибн Аби Талиб радияллаху анху оларға қарсы соғысады. Али радияллаху анху деп жатыр, фақаталахум алиюн фаакрамахуллаху таала биқатлихим. Али радияллаху анху оларға соғысты да қарсы Аллах субханаху ва таала Али радияллаху анхуды хавариждарды өлтіруменен дәрежесін көтерді деп жатыр. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه وقتل معه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم صحابة оларға қарсы соғысты. فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. Соменен Али радияллаху анхуның қылышы қияметке шейін шындық қылыш болып қалды деп жатыр. Яғни оларға қарсы соғысуды Али радияллаху анху сүндет қылып қалдырған. Ол сөздің ар жағында айтып жатыр, уалал қитала фил фитна. Фитна орында да соғысу дұрыс көрмейміз деп жатыр. Фитна қалай? Фитна патша жоқ. Фитна не ол? Патша жоқ, жалау жоқ. Қай жалаудың астында соғысып жатсың? Пәлен жамағаттың, пәлен хизбтің, пәлен партияның жалауының астында соғысып жатсың. Ол мүмкін емес ол нәрсе. Бұл фитна. Мұсылмандардың арасында патша жоқ па? Олардың барлығы қате жалау болып есептеледі. Еш қайсысының астында соғысу мүмкін емес. Сол жалаулардың басында ғалымдардың ең үлкен бір күштісіз тұрса да, ең күшті ғалым тұрса да, егер фарадан дейді, яғни біз фараз қыламыз, осылай ойлаймыз. Егер солай болса да, оған барып қосылуға ақымыз жоқ. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам келешекте оқимыз, Худайфа радияллаху анхуның хадисінде, егер дейді, мен жамағат имам жоқ болса не істеймін десе, өзің жеке бір жамағат тауып алып, соған бір бастық қылып ал деген жоқ. Бәлкім не деді? Сол жамағаттардың бәрін тастайсың деді. Кім болса да ол. Ол сақалдылардың жамағаты бола ма, сақалсыздардың жамағаты бола ма, ислам атымен шыға ма, демократияның атымен шыға ма, немен айтса да, бұл патша жоқ па ол жерде, жер фитна жері болып тұр ма, ол жерде соғысу мүмкін емес. Қазіргі күндегі мынау Сирияда болып тұрған сияқты. Біз ол Сириядағы елдерге мұсылмандар болғанды үшін ішіміз ашиды. Оларға дуа қыламыз. Олардан бәле көтерілуіне, әйелдерінің әураттарын жауып, олардың бәлелерінен, олардың абыройларына осылай бір жамандық қылып тұрғандарға қарсы дуа қыламыз. Бірақ ол жерге барып, қазіргі күнде соғысайын десек, ол жерде соғысатын соғыс жоқ. Ол жерде кім кімді өлтіріп жатқанының өзі анық емес. Егер қазіргі күндегі өкімет құлайтын болса да, Аллаху алам, одан кейін кіммен соғысады ол жерде. Бүткіл тайфалардың бәрі жиналып қалды қазір жерде. Қаидада бар сол жерде, Хизбут Тахрирде бар, Софизмда бар ол жерде, басқа ихуан муслиминдерде бүткіл барлығы жиналып ол жерде. Екінші Афғанстан болайын деп тұр ол жерде. Сосын ол жерге баруға бұл шариғат рұқсат бермейді, себебі фитна жері. Оларға жәрдем береміз бе десе, мұсылмандардың бастығы арқалы жәрдем беріледі. Олар не жағынан? Мұсылмандар, сол жерде жүрген мұсылмандардың жеуі бар, ішуі бар, аураты бар, басқасы бар, ауруы бар. Соларға мұсылмандар жәрдем береді. Жоқ дегенде сен жоғатпайтын дуаң бар. Алла субханаху ва тааладан сұрайсың, Алла солардың басынан осы бәлені көтерсін деп. Сұрайсың. Ол сұрауды ешкім сенен қайтармайды. Бірақ ол жерге барып соғысып қан төгуге шариғат рұқсат бермейді.
Себебі анық емес жалаудың астында өлдің егер өлсең. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, қайбір ман қутила тахта раятин иммия дегені анық емес жалаулар. Соның арасында астында болып өлсе, фақитлатуху жахилия, жахили өлімде өлген болады. Аллаху акбар, бұл өлім қандай бір сыртқы көрінісінде фәзілетті бір әдемі болғаны менен Аллах субханаху ва тааланың шариғаты бойынша, ярхамукаллах, ол жахили өлім болып есептеледі. Аллах субханаху ва таала бұл нәрсеге рұқсат бермеген. Сол үшін уәләл қиталя фил фитна, қитал соғыс, фитнада ондай соғыс мүмкін емес. Енді қазір кейбіреулері шығып жатыр сол жерде. Сендер білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Аднан Арур деген бір бидат иесі бар. Шейх Рабилар ондап жылдардан бері ол кісілерден қайтарып келеді. Қазір сол кісі сол Сирияда болып тұрған жағдайдың басында тұрған сол адам қазір. Сол айтады, егер біз қазір, егер не болатын болса, біз осы біздің ісімізге қарсы болып атқандарды ләнеттейміз, соларға қарсы боламыз деп айтады. Ахлі сүнна вал жамаат қазір қарсы емес, кеше сол Сирияның патшасына қарсы елдерді дайындап атқанда, соларға қарсы адамдарды жек көрсетіп, соменен сол фитнаны бастап атқан уақытта Ахлі сүнна вал жамаат аймалары бұдан қайтарған. Осы фитна болмай тұрып айтқан, осылай болады деп келешекте. Бұны ғайыптың білгеннен емес, шариғатты білгеннен, тәжірибені білгеннен айтты олар. Оларды ескертті, осы істер дұрыс емес екенін. Ешкім бұл жерде, бұл Сирияның патшасы дұрыс немесе анау деп атқан жоқ. Оның жамандығы ол әрбір мұсылманға анық ол. Бұрыннан. Ол да оның әкесі де не бір жамандықты өткен, не бір мұсылмандарды қырып жіберген, ол анық нәрсе. Бірақ ол адамның қол астында болып мұсылмандардың қанын сақталып қалуы қазіргі күндегі фитнадан көре абзал еді. Біз болғанбыз сол 98-ші, 99, 2000 жылдары Сирияда болғанбыз. Мешіттер ашық, дағуат кетіп жатыр, сүндет таралып жатыр, шариғат ашық, махаттар, не бір университеттер бар. Мешіттерге қанша болса сабақ беймарал, ешқандай бір саған қарсылық жоқ. Тек қана өзіңнен бір бәле болмаса, бір нәрсені бүлдіріп жүрмеген болсаң, саған ешкім тиетін ешкім жоқ. Тыныш. Сол Сирия. Бәлкім бұл әкесінің уақытта, әкесі Лениннің атам деп жүрген адам ол. Әкесі. Хафизул Асад деген. Мынау баласы енді азғантай демократияға жақынырақ, өздері ойлаған еркіндікке жақынырақ адам болды. Ойдағы еркіндік қой енді ол. Қандай еркіндік екенін Алла өзі біледі. Соған жақынырақ, одан кейін мешіттер көбірек ашылып, кеңдік болып жүрген, оның осы амандығына, осы тыныштығына күпірлік қылған халық енді қазір соның бәлесін көріп жатыр. Кім зиян көріп жатыр ол жерде де? Саясатшылар, үлкен соның бастықтары қашып кеткен. Сирияда, Түркияда жүр, Европада жүр, қашып кетті. Кім зиян көріп жатыр? Халық. Кімнің халық? Саған маған ұқсаған адамның қаны төгіліп жатыр. Amma bu qoylar, ешкілер қашып кеткен. Ешкіні қашып біткен. Оны артынан қуаласаң да ұстай алмайсың. Ана Өзбекстанның жағдайы осығанда көтерілді, өздері жай кететін жеріне кетіп қалды, мен яқтан сойылатындар сойылды сосын. Солай ма жоқ па? Адам Аллах субханаху ва тааланың дінін ақылмен өлшемейді. Аллах субханаху ва тааланың діні бір уақыттан басқа бір уақытқа жүретін дін емес. Ол ардайым, қияметке шейін жүреді. Оны білген адам біледі, білмеген жоқ. Бұл Құр'анда, бұл сүндетте бүткіл жағдайларға жауап бар. Ол саяси болсын, ол әдеп ақлақтан болсын, мына оқып отырмыз әдеп ақлақтың бәрін, солай ма жоқ па? Не жақтан болсын, Аллах субханаху ва тааланың шариғатында жеткілікті, қанағатты жауап табасын. Ол бар нәрсе. Бірақ білген айту керек, білмеген өзін айыптау керек. Біреуде емес.
Түсінікті ме жоқ па? Вала алқитала фил фитна. Ва насмау ва нути'у лиман валлаху Аллаху азза ва джалла амрана ва ла нанзау ядан мин та'a. Біз деп отыр Аллах субханаху ва таала ісімізді берген патшаға ардайым мойынсынамыз, одан ешқандай мойынсынуды тартпаймыз, яғни оған қарсы шықпаймыз, оның мәселелерінің барлығы жалпы өтті. İnşallah o şerhi için toxtayımız.